Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз одағай сөздер. Одағай сөздерге тән негізгі белгілер. Біріншісі, лексикалық мағынасы болмайды. Екіншісі, сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді, яғни түрленбейді. Үшінші, сөйлем мүшесінің қызметін атқара алмайды. Одағайдың үш түрі бар. Біріншісі, көңіл-күй одағайлары. Екінші, жиі кіру одағайлары. Үшінші, шақыру одағайлары. Ендеше одағайдың әр түріне тоқталайық. Біріншісі, көңіл-күй одағайлары шаттану, таңырқау, ренжу, өкіну, қуану мәнінде қолданылады. Мысалы, пәлі, алақай, пай-пай, әттеген-ай, қап. Екіншісі, жекіру одағайлары тыйым салу, жекіру мәнінде айтылады. Мысалға, тәйт, тек, жә. Үшіншісі, шақыру одағайлары хайуанаттарды, жан-жануарларды қуу, шақыру мәнінде жұмсалады. Жылқыға қатысты құрау, моқ, сиырға қатысты ау-хау, әукім, қойға қатысты пышайт, түйеге қатысты көз, ешкіге қатысты шөре, итке қатысты кәка, мысқа қатысты пырс, тағы басқалары одағайлар қолданылады. Одағайдың тыныс белгілері. Одағай сөйлем басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Соған байланысты одағайға қойылатын тыныс белгілер төмендегідей. Біріншісі, одағай сөйлем басында келсе, одағайдан кейін үтір қойылады. Мысалға, пай-пай, үтір, туған жер қандай ыстық, құрау, үтір, кербесті. Екіншісі, одағай сөйлемнің ортасында келсе, одағайдың екі жағынан да үтір қойылады. Мысалы, далаға шықсам, ойпырай, батыс жақ от болып жанып жатқандай. Үшінші, одағай сөйлемнің соңында келсе, алтынан үтір қойылады. Мысалы, осы алған бетіңнен танба, бәрі келді. Және көз жасыңды көрсетпе, тәйт. Төртінші, кейбір жағдайда одағайға қатысқан сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Мысалы, Қазақстан, пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанған ұдай. Бесіншісі, ең оңайы, қайталанып айтылған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, бақ, сөз деп осыны айт. Ал енді сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Сіздермен болған мен, Абдыраманов Арсланбек мұғалімдеріңіз. Хош, келесі сабақта кездескенше.